Ассаламу алейкум достар, мен сіздермен осындай өте дәмді, ауыз ашарға жеңіл пеште пісетін тауық етінің рецептімен бөлісуді жөн көрдім. Алдымен бізге майонез керек болады және сықпадан салған немесе теркіленген 3-4 дана чеснок керек болады. Бір ас қасық жарымдай майонез салдым. Одан кейін бір ас қасық кетчуп салдым. Одан кейін осындай «Три желания» компаниясынікі, одан кейін соевой соус қолдандым, бір ас қасық. Одан кейін жаңа теркіленіп өткізілген чесногымызды саламыз, барлығын саламыз. Сосын жақсылап бір араластырып аламыз. Өте дәмді болады. Бір араластырып болғаннан кейін паприкамызды қолданамыз. Паприкада бізге бір ас қасығы ғана жеткілікті. Одан кейін бір жарым шай қасық тұз салдым. Міне өйстіп, бұны да жақсылап бір араластырып алуымыз керек. Содан кейін бір шай қасық қара бұрыш салдым. Жақсылап барлығын бірыңғай соус болғанша жақсылап араластырамыз. Одан кейін лимон сығындысын сығып алдым, яғни лимон согын. Жақсылап барлығын бірыңғай бір келкі соус пайда болғанша бір араластырып аламыз. Алдын ала тауығымызды ертіп аламыз. Тавамыздың бетіне фольга салып, одан кейін тауығымызды қойып, жаңағы дайындалған соусымызды барлық жеріне жағып шығамыз. Дайындаған соусымызды барлық жеріне тиетіндей етіп дұрыстап тұрып жағып шығамыз. Қанаттарының астарына, аяқтарына, ішкі жақтарына, кеудесіне. Одан кейін мен алдын ала терісін көтеріп алған болатын. Етінен бөлек қазір сіздерге соус жаққан бойда көрсетемін. Осылай аямай соусымызды жағып шығамыз. Өте дәмді болады. Жалпы бұл соус жаққаннан кейін бір түнге тоңазытқышқа қойған өте жақсы болады. Себебі керемет дәм болады. Мен асығыс пісіретін болғандықтан бірден духовкаға, яғни пешімізге салдым. Әркімнің пеші әртүрлі пісіреді. Міне осылай аямаңыздар. Соусты дұрыстап тұрып жағып шығыңыздар. Ешқандай соус қалып қоймау керек. Дұрыстап тұрып осылай жағамыз. Өте дәмді болады. Пісіргенде иісінің өзі барлық асхана бөлмесін алып кетеді. Алдын ала мен терісін көтеріп қойғанмын. Өйсті осылай еттеріне, ішкі бөліктеріне жақып шығамыз. Міне қараңыздар, мен ішіне картоп салам деп ойладым, бірақ асығыс болғандықтан картопты жуамен май құйып, тұзын салып, петрушкасын салып, жан-жағына картопты салып шықтым. Піскенде тауықтың суына өте керемет дәм беріп пісіп шықты. Міне осылай дайындап аламыз. 1 сағат пісті менде. Бұл тауықтың піспеген-піспегенін шпажканың арнайы көмегімен қараймыз, яғни тексеріп аламыз. Шпажканы үстіп тыққанда алар кезде қан болмау керек. Міне осыны қып-құрғақ болу керек. Сол құрғақ болса, тауық еті пісті деген ұғымды білдіреді. Ал егерде қан аздау білінсе, онда ол әлі шикі, яғни пеште пісу керек дегенді білдіреді. Достар, маған тіркеліп, маған пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер.